أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Ассаламу алейкум ва рахматуллахи баракатух. Есімім Арыскүл Абдужаббарқызы болады. Жасым 31-де. Менің Құраным атты дәрістің авторы боламын. Мен сені досым деп атай берейін, екеуміз сөйлесейік. Мен саған кішігірім Құран туралы мәлімет айтқым келіп тұр. Сол үшін құлақ салып, бар көңіліңмен, бар жүрегіңмен мен тыңдауыңды сұраймын. Не үшін мен бұл дәрісті өту керекпін? Өйткені Аллаға мыңдап шүкір, менің 5 перзентім бар. Оның екеуі толығымен Құран оқып, Құран жаттап, Құран хатым етіп жүрген балалар. Одан кейінгілері Құран әріптерін біледі. Кейінгісі ол тым қатты кішкентай. Алла қаласа осы дәрісті бірге өтеміз деген сенімім мол. Енді Құран дегеніміз не? Құран ол Алланың кәләмі. Алланың кәләмі, Аллах тағала бізді жаратты. Алла тағала ол мәңгі тірі, мәңгі ежелден бар зат, ұлы тұлға, ұлы Раббымыз, бізді жаратқан жаратушы иеміз ол Аллах тағала. Аллах тағала өзінің кәләмін біздерді оқу үшін, өзінің сөзін біздерді оқу үшін Жәбірейіл деген өте үлкен періштесіне түсіру арқылы, оны пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи уассаламға түсіру арқылы бізге жеткізді. Ал енді Аллах тағала қайда, неге оны біз көрмейміз, біз оны неге естімейміз деген сұрақтарың болса, осы сұраққа жауап берейін. Аллах тағала ол көрінбейді, бірақ бар. Ол барша дұғаларды естуші, ол өте дана, ұлы, құдіретті, барлық әлемді жаратқан, барлық затты жаратқан ұлы жаратушы иеміз. Мысал үшін, мен қазір мына кітапты көріп тұрмын, оны ұстап тұрмын, оны оқи аламын, бірақ біз деп демалған кезде ауаны демаламыз, бірақ оны біз көрмейміз, бірақ бар екенін сеземіз. Тағы бір мысал келтірейін. Сені анаң өте қатты жақсы көреді. Барлығынан қатты жақсы көреді. Ол сені жақсы көреді, бірақ жақсы көру деген сезімді біз көзімізбен көрмейміз. Оны ұстай алмаймыз. Оны жей алмаймыз. Оны іше алмаймыз. Ол жақсы көру деген сезім бар, бірақ оны біз көрмейміз көзімізбен. Дәл сол сияқты Аллах тағаланы да біз көре алмаймыз. Бірақ ол жақсы көру деген сезімді жеткіздіре аламыз. Айта аламыз, мен сені жақсы көремін. Оны құшақтап білдіре аламыз, оны сүйіп білдіре аламыз, бірақ біз оны көрмейміз. Жақсы көру деген сезімді көрінбейді, ол көзге көрінбейді, ұстай алмаймыз, Сол сияқты да Аллах тағаланы ұсталмасақ та, көрмесек те біз оны сезінеміз. Аллахым, маған осы нәрсені берші деп дұға етсек, ол міндетті түрде жауап береді. Алла сондай мейірімді. Аллах тағаланың кәләмін оқыған адам міндетті түрде жәннатқа кіреді. Ал дүниеде барша дұғалары қабыл болады. Я Раббым деп біз сұрамасақ та, сұрамаған көңіліміздегі, жүрегіміздегі дұғаларымызды Аллах тағала қабыл етеді. Сол үшін досым, мен сені осы менің Құраным атты курсқа шақырам. Ол жерде біз Алланың кәләмінің әріптерін, сөздерін, Алланың кәләмін толығымен оқып үйренеміз. Бізде қазақ тілі, математика, ағылшын тілі деген кітаптарды оқыған кезде періштелер осы кітаптарды оқыды деп қана жазады екен. Мынадай кітаптарды жазғанда осы кітапты оқыды деп жазады екен. Ал Аллах тағаланың кәләмін оқығанда, әрбір әріпі үшін бізге 10 сауаптан жазылады екен. Ал оны адамдар қиналып табады. Біреуге садақа беру арқылы, біреуге жақсылық жасау арқылы, біреуге көмектесу арқылы, біреуге жақсы сөз айту арқылы ол сауапты алады. Ал біз тек қана Алланың кәләмін оқу арқылы оны сондай көп сауаптар алады екенбіз. Әрбір әрпіне 10 сауап. Ал қиналып оқитын болсаң 20 сауап, еселенеді екен. Сондықтан да мен сені осы менің Құраным атты кітапты оқуға, осы курсқа қатысуға шақырам. Алтыным сол, Алланың бере салған неғметі. Досым, сен тыңдашы. Құран ол Рамазан айында түсірілді. Ол айлардың сұлтаны болды.
Ол пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи уассаламға түсірілді. Ол пайғамбарлардың ең асылы болды. Адамдардың сұлтаны, кемел адам болды. Ол Рамазан айында түсірілді. Ол Рамазан айы айлардың сұлтаны болды. Ол Жәбірейіл деген алейхиссалам үлкен періштеге түсірілді. Ол періштелердің ең үлкені болды. Осының барлығы не болып жатыр? Құран арқылы дәрежесі көтеріліп жатыр, дұрыс па? Ал адамдардың ең жақсы адам болған кезде, ол Құран оқып, Құранды басқа адамдарға үйреткенің деген. Пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи вассалам. Сол үшін мен сені Құран оқуға, жақсы адам болуға, Алланың ең сүйіктісі болуға, пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи вассаламның ең сүйікті үмметі болуға, жолы ашық адам болуға, барша дұғалары мәңгілік қабыл болатын жәннаттық адам болуға мен сені шақырам. Келе қойшы, бірге үйренекші, жеңіл үйретуге, барынша жұмсақ болуға тырысам. Сен тек қана айтылған тапсырманы орындап, әрекет етіп, дұға етіп Алладан сұрасаң, Алла барлығын береді. Алла сондай мейірімді, Алла сондай дана, Алла сондай құдіретті. Аллах барлығын болдырушы. Мысал үшін, Алланың құдіретті екеніне бір мысал айтып кетейін, сен тыңда, жарай ма? Топырақ бар. Топыраққа біздер әртүрлі ағаштар егеміз. Алма ағашын ектім, өрік ағашын ектім, және жүзім ағашын ектім. Барлығын бірдей егеміз, бірдей қопсытамыз, су құямыз, және барлығы бір аулада тұрады. Бірақ әр қайсынан әртүрлі жеміс шығады. Мен жүзімді қара болсын деп қара су құйған жоқпын. Алманы тәтті қып-қызыл болсын деп қызыл су құймаймыз оған да. Және де өрікке сары болсын деп сары су құймаймыз. Және оған әртүрлі ағаштарға, әртүрлі топыраққа екпейміз. Барлығы бір топырақта тұрады. Бірақ ол сондай Алланың құдіретімен әртүрлі жеміс, әртүрлі дәм болады. Сондықтан да Алланың бар екеніне күмән келтірмей, Алла разы болатындай өмір сүрейік. Мен сені осы менің Құраным атты сабағымда күтемін. Екеуміз бірге барынша тырысып оқимыз деген үміттемін. Осымен сөзімді аяқтаймын. Алла қаласа, сені көркем түрде, жеңіл түрде Құранға түсіп кетеді деп ойлаймын. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи баракатух.